10 жылдыққа барамыз ғой. Бірақ күйеуге тиген қыздар, үйленген балдар, әйтеуір үйлендім, күйеуге тидім, осындай бала шағам бар деп айтады ғой. Біз не деп айтамыз? Біз не деп айтамыз? Сол жағын ойланбаппын мен. Кеше бір класстасыммен сөйлесіп қалғам ғой, күйеуге тимеген тоже. Сол сөйтіп айтады. Біз не деп айтамыз деп. Ема бір нәрсе деп айту керек па не дегенсің ғой. Сол ойланып тұрмын енді барам ба, бармайым ба. Оған дейін может тиіп қалармыз біреуге. Маманың подружкаларының балдары бар еді сол. Олар да хабарласпай қалды ғой. Ешкім хабарласпай қалды ғой. Соларға өзім бастап жазам ба, білмеймін енді. Түріктер де болмайтын болды, короче, тек қазақ. Тек қазақ керек екен маған. Таныс-паныстар болса, Инстаграм болса.